Қайырлы күн. Жапондықтар бізді таңғалдырудан жалықпайды. Бүгінгі ойында оларға кедергіден өту керек. Мәселе тоңқаюда емес, бұл жерде әртүрлі пішіндер шығады. Ал егер өте алмаса, салқын суға былш етіп құлайды. Ал бірінші бізде жапондықтардың қызыл ниндзясы шығады. Дұрысына қарасаңыздар, таэквондомен өте мықты айналысқан. Ол үшін өте оңай тапсырма. Жай ғана қара адамның аяғынан тебу. Ол оған дайын екенін көрсетуде. Неше түрлі прием, айкидо, қазір не істейді? Жерге жатады, сонымен тап-таза өтеді. Мә, саған бұндай приемды одан ешкім күткен жоқ. Таңғалған көрермендер оған шапалағын соғуда. Қызылдардың екінші ниндзясы. Бұл ниндзя өте ширек. Көзінде ультра көзілдірік бар. Сол көзілдірік оған қазір көмектеседі ме екен? Бұл не, байсикл ма? Қинайтын сикл деген жазуды көріп тұрмыз. Бұл шайтан арба бұл жігітті біраз қинайтын сияқты. Қараңыздар, ол дайындалуда. Ол секіруге дайындалуда. Секірді. Ұшып бара жатыр. Мәссаған, ол байсиклдің ішінде ұшып бара жатыр. Қазір не болады екен? Тастай суға аяқпен кірді. Неге біріншісі оңай? Неге менікі қиын деп ол? Ұрсуда, қараңыздар, жындануда. Ал енді көктердің ультра көзілдірігі. Бұл ультра көзілдіріктер ешкімге көмектеспейді. Көктердің екіншісі ішіп алған, есіктен қалай кіруді ұмытып қалған сияқты. Ол да суға құлады және оны қабырға таптап өтті. Қараңыздар, ол қашуда. Енді қызылдардың кезегі. Өздеріңіз білетіндей, қызылдар бірден өлесетпен жеңуде. Бағана таэквондомен қара адамның аяғынан тепсе, осы жолы секіріп бастан тебу керек. Бұл жігіттің таэквондомен айналыспағаны көзінен көрініп тұр. Бото дір-дір, не істейді екен, секіреді ма? Я, секірді, бірақ 200-камен анқ етіп қабырғаға жабысты. Бұл жігіт оған қоса суда да жүзе алмайды екен. Оның достары оған риза. Ал енді көктерді көрейік. Көктер ұтылуда. Бұл жолы көктер өзінің ең мықты козырын шығарды. Бірақ қараңыздар, қызылдар төбеге қорқынышты бір нәрсені іліп қойған екен. Бұл не зат? Өте қорқынышты. Мына жерден отырып мен қорқудамын. Бірақ мына жігіт қорықпайтын сияқты. Сальтомен айналды. Енді не істейді? Артындағы жер таусылып ол суға құлап кетті. Мәссаған, қорыққаны соншалық. Ол суға құлап сиіп қойды ма, суды сап-сары қылып тастады. Оған жыртылуда, қызылдар күлуде, көктердің өзі де күлуде. Бұл жігітке не болды? Неге сонша қорқып тұр? Мәселенің бәрі көзілдірікте екен ғой. Примерно бұл жігіт сальтоны бекер істедім деп тұр. Қызылдар, тағы да бір ниндзя. Бұл жігіт не істей алады екен? Қазір көреміз. Оның қабырға кедергісі, майсы билеу. Негізі жерге жатып өтсе болады, бірақ бұл жігіт қиын жолды таңдады. Ол ана қызбен билейін дейді. Қазір көреміз. Жоқ, ол қыздың бетіне қарап қалды. Сөйтіп жерге құлады. Жерге болғанда суға шылп етіп түсті. Мен болғанда мастер-класс көретін едіңдер дейтін көзілдіріктегі жігіт. Енді көктер. Көктер бұған қандай жауап қайтарады екен? Мына жігітке таза көзілдірік керек екен. Өйткені үш фигурадан осыны таңдағаны маған да түсініксіз. Мына жігіттерге де түсініксіз. Ешкім оны түсінбейді. Енді қызылдардың кезегі. Олар бірден жеңуде. Екі опытный, тәжірибелі ниндзялар шықты. Олар бұл жерде приколста бір-бірін құшақтауда. Біз бұны изи бризи өтеміз дейді. Оларға жай ғана жерге жату керек, соны түсінді. Біреу тоңқайды, біреу үстіне шықты. Сонымен кунг-фу. Олар өтті, жеңді. Мен мықтымын, мен стронгермін, мен смартмын, мен ақылдымын деп командаластарына барды. Ал мынау айтады: сен менің белімді таптап кеттің ғой, ендігіде абайла дейді. Ал бұл кезде көктер дайындалуда. Қызылдардікі әдеттегідей оңай, көктерге қиындығы берілген. Көктерді общем тоңқайтты және суға батырды. Көктер риза емес, неге біз аспанға секіре беруіміз керек дейді. Енді қызылдарға қандай береді екен, көрейік. Екі жігіт шыққаны бекер, өйткені оларға сүйісу керек. Олар сүйісуге дайын бекен, қазір көреміз. Екі жігіт шапалақ ұруда, дайындалуда. Ал тесік болса келе жатыр. Бір жігіт өтті, екіншісі сүйіспейм деп жерге құлады. Жігіттің жерге құлағанын бізге бірнеше кадрмен көрсетуде. Ал біз жалғастырайық және бұл жерде көктер. Олар есесін қайтару керек. Міне мүмкіндік. Бастары жақсы істесе жерге отыра салып, бұл өте оңай тапсырма. Бірақ олар өз-өздеріне қиындатуда. Сен тоңқаясың, мен секіремін дейді. Ол тоңқайды, секірді, бірақ олар стенаны сындырды. Олардың мақсаты басынан бастап стенаны сындыру екен. Жалғасы 100 000 лайктан кейін сіздермен бірге болғаны Аттила топ.